Сәлем менің жақсыларым, сәлем достар. Мына қазіргі кезеңде, қазіргі заманда деп айтайық, қазір осы карантин кезінде үйде отырған адамдар қаншалықты жұмыс жасап, ақша тауып отыр деп ойлайсыздар? Инстаграммен. Мен мысалға сіздерге жақсылығымен бөлісіп отырмын. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп отырмын. Бет күтіміне байланысты, диетаға байланысты көпшілік ұнатып жатыр деп ойлаймын. Сол сияқты мен үйде отырғанда менің мысалы құрбыларым, туысқандарым не істеп жатсың, іш пысып кетті ғой деген әңгіме айтқанда, менің қолым бос емес, менің уақытым жоқ деген жауаптар алып жатыр. Неге? Өйткені мен қарап отырған жоқпын. Инста арқылы ақша тауып отырмын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Инста туралы, инста парақша туралы мысалға ақша табуға бола ма? Енді мен қасында отырған Дана, СММ біздің мынау маркетолог деп айтады ғой, және инста парақша туралы үлкен мәлімет беретін маманы. Сондықтан мен Данаға сұрақ қойғым келіп отқаны, сіздер арқылы сіздердің сұрақтарыңызды да қойғым келеді. Дана, Инстаграм арқылы қаншалықты ақша табуға болады? Қаншалықты баюға болады? Дұрыс айтасыз, қазіргі таңда Инстаграммен табыс көзіне айналып отыр ғой. Оны бірі білсе, бір адам біле бермейді. Көпшілігі тек қана Инстаграмға кіреді, әлеуметтік желі ғой енді бұл. Әлеуметтік желіге кіреді, адамдардың жаңағы қызықты видеолар көргісі келеді. Басқа да мысалы қазіргі жағдайға байланысты жаңалықтарды есту үшін кіреді, қанша адам осындай болыпты, қанша адам не болыпты деп. Ал тек қана сонымен ғана уақыттарын Инстаграмда босқа өткізіп жатыр да. Ал осындай уақытта керісінше білім алып, немесе бойдағы бар өздерінің қабілеттерін, білімдерін нағыз осы Инстаграм арқылы табыс көзіне айналдырып, үйде отырып табыс табуға болады. Енді бұл SMM деген жалпы social media маркетинг деп аталынады. Бұл әлеуметтік желідегі маркетинг болып табылады, енді қазақшаға аударғанда. Яғни осы Инстаграм арқылы сіз кез келген өзіңіздің өніміңізді онлайн жүйеде сата аласыз. Яғни бүкіл адамдарға көрсете аласыздар, бүткіл Қазақстанға көрсетіп, өз товарларыңыз болсын, өнімдеріңіз болсын, қызметтеріңіз болсын, соның барлығын көп адамға көрсету арқылы табыстарыңызды еселей аласыздар. Ең алдымен, бірақ ол үшін де адамда бір білім болу керек, оны дұрыс қолданып, қалай жұмыс жасайды, сол жағынан білімдеріңіз болғаны жөн. Сонымен қоса, егер тіптен сіздер мен мемлекеттік қызметкермін, мемлекеттік жұмыс жасаймын, мұғаліммін, немесе врачпын деген жағдайда да сіз ол қабілетіңізді офлайн емес, енді онлайн түрде де қосымша түрде табыс табуға болады. Сіз енді ондай жағдайда бір ғана адаммен жұмыс жасамайсыз, Қазақстанның кез келген қаласы арқылы қанша адамға көмек бере аласыз. Мысалы, врач болсаңыз, немесе мұғалім болсаңыз, қазақ тілі мұғалім болсаңыз, қазақ тілі пәнінен қанша оқушылар бар да, қазақ тілін білмейтін, морфология құрамын түсінбейтін, соған сіз өз біліміңізді беріп, онлайн түрде көптеген адамдарға көмектеріңізді тигізіп, сол көмек арқылы өздеріңіздің табыстарыңызды еселеп аласыздар. Бір сөзбен айтқанда, табыс сізге жан-жақтан да келеді, мектептен де сабақ бере аласыз, және де онлайн жүйеде осы Инстаграм арқылы өз біліміңізді беріп, адамдарға көмек бере аласыздар. Сонымен қоса, қазіргі таңда көпшілігі ойлайды, мен де мұғаліммін, ана кісі де мұғалім, мысалы, маған клиент келе ма, мен кімге берем деген сияқты адамда ой туындауы мүмкін. Олай ойласаңыздар қателесесіздер. Әрбір адамның өзінің бойында бір ерекшелігі болады, білім беру тәсілде де, жұмыс жасауда да. Сол ерекшелік қасиеттеріңізді арқылы сіздер өз кез келген жаңағы клиенттеріңізді тауып, білімдеріңізді беріп, көмектеріңізді көрсете аласыздар. Сол себепті қазір сіздерге айтатыным, көпшілігі осы қыз келіншектерге, әсіресе декретте отырған аналар баламен отырады, бірақ енді баламен отырған жағдайда уақыттары болады. Уақыт болған жағдайда көпшілігі қазір тем более карантинде үйде құр отырмай, сіздер нағыз Инстаграмды дұрыс қолдануды меңгеріп, өз бойларыңызда қабілеттеріңізді
жаңағы табыс көзіне айналдыруларыңызға әбден болады. Үйде отырып табыстап дегенді көбісі сетевой маркетинг, сетевой бизнеспен шатастырады. Сетевой бизнеспен шатастырмаңыздар. Сетевой бизнес бөлек, Инстаграмда табыс табу ол үйде отырып, оның жөні бір бөлек. Ол адал жолмен. Көбісі жаңағы сетевой бизнес, яғни Oriflame, мереке сияқты шатастырады. Көпшілік адамдар үйде отырып ақша табу деген сөзді естісе болды. Бірақ қателеспеңіздер, ондай емес. Енді ол жерде адам тіркеп, сол арқылы табыс тапса, астасына продукт сатып деген. Бұл жерде сіздер өз адал еңбектеріңізбен, өздеріңіздің бойыңыздағы қабілеттеріңізбен, жаңа мұғалім, педагог болсаңыздар, сол арқылы немесе қолдарыңыздан бір әдемі тігін тігесіздер, немесе қолөнермен айналысыздар. Соның барлығын сіздер осы интернет-магазин ретінде қолданып, интернет-магазинге айналдырып, онлайн түрде сата аласыздар. Бөліп жіберейін. Енді сетевой маркетинг дегенге көбісі шошиды. Сетевой маркетинг ба деген сияқты көпшілік түсінбейді. Сет деген мұны Инстаграмның өзі сет. Бұл басқа түрі. Өйткені бұл Инстаграм арқылы сіз қаншама жаңалықпен бөлісіп отырып, мысалға, қаншалықты Инстаграммен ақша табу керек екенін онлайнмен отырып, сабақ беру деген сияқты, онлайнмен отырып, өзіңіздің идеяңызды сатуыңызға болады деген сияқты. Мысалға, осы онлайнмен отырып, мысалға, басқа да жұмыстар бітіруге болады. Кімге қандай қызық жұмыс? Мысалға да, кімге? Ал енді жаңағы Oriflame, басқа да мереке деген сияқты сетевой маркетинг ол таза продукция. Продуктыны алады, сатады деген мәселе ғой. Ол әркім өз үшін жұмыс жасайды. А мына жерде білім алу арқасында. Білім алып отырып, және үйретіп отырып, өзіңіз табыс тауып отырасыз. Дұрыс қой? Иә, дұрыс айтасыз. Енді сонымен қоса, біз жаңағы бойларыңызда қабілетті, неге соны сатқанда басқа адамдарға көмектесу арқылы табыс таппасқа, табыстарыңызды еселемеске. Сол себепті қазір бос отырмай, осындай карантин уақытысында Инстаграмды толық меңгеруге тырысыңыздар. Бостан-бос негатив жаңалықтарды көрмеңіздер, себебі ондай жаңалықтар өздеріңіздің білім алуға деген күш энергияларыңызды алып қояды. Сол себепті сіздердің білімге деген қалауларыңыз болмай қалуы мүмкін. Енді заман қазір соған кетіп бара жатыр, оғанда өздеріңіз куә болып отырған шығарсыздар. Мына мектептердің барлығы онлайн сабақ болып жатыр ғой, енді оқушылардың барлығы. Соның өзінің бірі бұл халықты сондай онлайн жүйеге үйретудің бір түрі деп ойлаймын өзім. Сол себепті де қазірден бастап, мысалы сіздердің бизнестеріңіз бар, енді базарда киім кешек сатасыздар, оны сіздер осы Инстаграм арқылы да онлайн магазинге айналдырып, бұл жақтан да сатсаңыздар болады, екінші базар жақтан да сатсаңыздар болады. Енді алдағы уақытта барлығы онлайн жүйеге ауысып, қазіргі таңда адамдар тек оңай нәрсеге жүгінетін болғандықтан, мынандай заман келіп жатыр ғой, көпшілігі үйде отырып заказ бере береді, барып қарауға, базардан киімді киіп көруге ерінеді. Сол себепті қазірден бастап сіздердің киім сататын дүкендеріңіз болса да, соның Инстаграмын қалыптастырып, бір сөзбен, қысқа сөзбен айтқанда, егер жеке адамның жеке өмірі, жеке инстасы болса, ол резюмесі деп біліңіздер, қазіргі тілмен айтқанда. Ал енді жаңағы дүкендеріңіз болса, оның Инстаграмы ол сіздердің интернет магазин ғой, былайша айтқанда. Сол себепті қазірден бастап сіздерге кеңес берем. Осыны барша қыз келіншектерге айтқым келеді. Үйде отырсаңыздар да, қазір тем более мынандай бос уақытты тиімді пайдаланып, Инстаграммен дұрыс жұмыс жасап, жұмыстарыңызды жүргізіп, табыстарыңызды жан-жақтан еселеуді қолға алыңыздар. Бір нәрсе айтуды ұмытпын. Қазіргі таңда көпшілік байқап жүрген шығарсыздар, күнделікті тамақ пісіреді, күнделікті бәрібір сол жұмысты жасайды, бірақ соны Инстаграмға, халыққа көрсету арқылы қаншама мен келіншектерді білемін да, олар табыстарын еселеп тауып шетелге барып қыдырып жүр. Ауылдың өзінің қаншама келіншектері. Бұны енді Инстаграмда фудблогер деп атайды, ағылшын тілінен аударған ғой барлығы. Тамақ пісіріп, күнделікті өмірінде сүріп, жұмысында жасап жатыр, бірақ мына жақта Инстаграмда жүргізіп жатыр. Сол себепті сіздер де өздеріңіз егер тамақты өте дәмді, жақсы пісіретін болсаңыздар, соны күнделікті
түсіріп сала беріңіздер. Сіздердің тамақтарыңызға деген қызығушылық артатын адамдар шығады, соның ішінен сіздердің тамақтарыңызды сатып алғысы келетін адамдар, рецептін үйренгісі келетін адамдар шығады. Сол себепті күнделікті мынандай қол бос уақытта көптеген тамақ түрлерін жасап, егер басқа нәрсеге қызығушылықтарыңыз болмаса, тамаққа деген қызығушылықтарыңыз болса, соны күнделікті жасап инстаграмға сторис бөлімін жақсы білесіздер, сторисқа сала беріңіздер, пост қылып сала беріңіздер. Оның барлығы сіздердің осы инстаграмда дамуларыңызға өз әсерін тигізеді. Сол себепті сіздерге сәттілік, қолдарыңыздан келетін барлық мүмкіндікті, қабілетті осылай табыс көзіне айналдыруға тырысыңыздар, босқа кетірмеңіздер. Жалпы осы менің айтатыным. Басқа сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. Жекеге де шығып, немесе Шайзат әпкеге арқылы жазсаңыздар, барлығын көріп оқып отырамыз. Осы бағдарлама туралы деп айтайық. Осы инста парақшамен қалай ақша табу керек жолын, егер де сіздерге қызықтырып жатса, егер білгілеріңіз келсе, менің мысалға парақшама дайректке шығып, парақшама жазып, көп сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап береміз біз. Және де болашақта мен ойлаймын, онлайн сабақ алуға тырысып, бай қуатты өмір сүрейік деген осындай бір арманым бар. Сіздерде қандай арман бар? Сол армандарыңызды жазып кетіңіздер.